жүре береді, сөйтіп қанша ертеңдер өткен күнге айналып кетеді. Өміріңізде қарап көріңізші, сондай қазірге дейін сіз істей алмай жүрген мәселелер. Мысалы, Құран оқуды үйренгіңіз келді. Сөйтіп, иншалла, мешітке барып ұстаздың алдында отырамын, ертең барам дедіңіз. Ертең тағы бір нәрсе шығып қалды. Келесі күн тағы бір нәрсе шықты. Ертең дедіңіз, тағы да ертең дедіңіз. Сөйтіп, қанша ертең деген күндеріңіз өткен күнге айналып кетті. Имам Ғазали рахмауллахтың жақсы әдемі сөзі бар. Сені сол ертең деген күнің келген кезде сол істі істеуден не тосты? Әлгі іс сенің нәпсіңе ауыр тиді. Шайтаның азғырды, сонымен ертеңге қалдырдың. Енді Имам Ғазали рахмауллах айтады, сен қандай күнді күтіп жатырсың сонда дейді. Қандай күнді күтіп жатырсың? Шайтан сені келіп азғырмайтын, нәпсіңе әлгі құлшылық ауыр тимейтін күнді күтіп жатырсың ба? Сондай күн келеді деп ойлайсың ба? Ондай күнді Алла тағала жаратқан жоқ. Яғни шайтан сізді азғырмайтын, нәпсіңізге құлшылығы ауыр тимейтін күнді Алла тағала жаратқан жоқ. Кез келген күнде сол нәрсе қайтадан келеді. Яғни шайтан деген ол 24-те 7 жұмыс істейтін жаратылысты. Ода жексенбі немесе бағанағы жылына бір ай отпуск деген сияқты нәрсе жоқ. Ол әрдайым жұмыс істеп жатыр. Сол үшін де бүгін сізге ауыр тиіп ертеңге қалдырған нәрсе ертең жеңіл болады деп ойлайсыз ба? Ертең жеңіл болмайды. Ертең ауыр болады. Арғы күнге қалдырасыз, арғы күні одан да ауыр болады. Ауырлай береді, жеңілдемейді, керісінше ауырлай береді. Не үшін ауырлай береді? Өйткені сіз құлшылықты кейінге қалдырған сайын нәпсіңіз, шайтаныңыз семіре береді, күшейе береді. Сіз күнә істеген сайын жүрегіңіз қарая береді, жүрегіңізге қарадақ түсе береді. Пайғамбар саллаллаху айтады ғой, адам күнә істеген кезде жүрегіне қарадақ түседі дейді. Кейін тағы қарадақ түседі. Тағы да қарадақ, соңында қап-қара жүрекке айналады деді. Жүрегіңіз қарайған сайын, шайтаныңыз күшейген сайын, нәпсіңіз семірген сайын, сіз күннен күнге құлшылықсыз жүре бергеннен кейін иманыңыз әлсірей береді. Енді иманыңыз әлсіреп жатыр, мына жақтан нәпсіңіз, шайтаныңыз күшейіп жатыр. Енді әлсіз иманыңыз мықты нәпсімен, семіріп алған нәпсімен, күшейіп алған шайтанмен соғыса алады ма? Соғыса алмайды. Жүрегіңіз қарайып бара жатыр, жүрегіңізге қарадақ түсіп бара жатыр. Сол үшін де бұл ертеңге қалдыру, екілену деген ең үлкен шайтанның құралы. Қанша ертең деген күніңіз өткен күндерге айналды. Сол үшін де еш нәрсені ертеңге қалдыруға болмайды. Оның үстіне ертеңге дейін тірі жүремін деген қолыңызда ешқандай кепіл қағазыңыз жоқ. Сол үшін де адамут тараддуд, яғни екіленбеу қажет. Имам Ғазали рахмауллах бір талдың мысалын келтіреді. Шыбық кезінде сен соны шауып тастауың керек деді. Ал бірақ еріндіңде ертең шабамын, келесі күн шабамын, бір айдан кейін шабайым, 2 айдан кейін шабамын деп жүрген кезіңде әлгі шыбық өсіп үлкен талға айналады деді. Енді тамыры жерде тұр, қоректеніп жатыр, нәр алып жатыр, сөйтіп ол өседі. Тура сол сияқты сіздің нәпсіңізді, шайтаныңызды күнәларыңыз қоректендіреді, азықтандырады, сөйтіп олар күшейе береді. Ал енді күшейгеннен кейін онымен күресу сізге қиын болады. Одан кейінгі тағы да бір бұл хадистен алатын мәселеміз тәәллумул муслими мин тақсирихи фи адаил ваджиб ва хирсуху алла якуна минал мутахаллифина ауил мунафиқин. Мұсылман адам міндетін орындай алмаған кезде қиналуы қажет. Сахабалар қиналды, қайғырды, жылады. Сол сияқты сіз де бір міндетті орындай алмаған кезде қиналуыңыз қажет. Яғни сізде қиналу болу керек. Қиналу иманыңыздың көрсеткіші. Ал егер қиналу болмаса, онда проблема. Қиналу болмаса. Мысалы,
намазға ұйықтап қала бересіз, немесе бір намазды қаза қылып қоя бересіз жұмыста жүрген кезде. Енді соған ең болмағанда жүрегіңіз қиналып, өзіңізді жек көріп, сондай бір жағдай күй кешесіз бе, әлде еш нәрсе болмағанда қазір қазасын оқып алам, немесе түсте қазасын оқып алам деп сөйтіп жүре бересіз бе? Егер ішіңізде мазалану болмаса, жүрегіңізде мазасыздық болмаса, жүрегіңіз қиналмаса, онда проблема. Сол үшін де бұл жалпы ішкі қиналу күнә істеген кезде ол сіздің иманыңыздың көрсеткіші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары соғысқа қатыспай қалған кезде қатты өкініп қиналды. Кейінгі мәселе сарахату сахабати радиаллаху анхум ва сидқухум ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам ва қаулихимул хаққа ва лау кана аля анфусихим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары пайғамбарымызбен мәмілесінде шыншыл болды. Айтып жатқан сөздері өздеріне қарсы келсе де, олар әрдайым